Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Токайкыш. Және де бүгін менде жаңа сериал. Яғни бұл сериалдың аты бізде ауылдық келін. Мен тамағым ауырып тұр, кішкене мән бермеңіздер даусыма. Ауылдық келін. Енді бірінші бөлім. Сіздер маған лайк басып және тіркеліп кетіңіздер. Және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Фуй, қашан келеді аналар өзі? Сағат деген уже 11-ден асты ғой, сағат 11-де келеміз деп еді. Айтпашы, тура жынға тиіп, нервқа тиіп, нервті ауыртады ғой. Фуй, мына. Айтпаныш, тура. Өлә, айтпақшы, ана қыз алып келе жатқан, Нұрсұлтан алып келе жатқан қыз, прикиньте, ауылдікі екен. Қош, ауылдікі ма не? Я, ауылдық екен. Мә, өлә, ужас енді. Сөзім жоқ. Мама не дейді екен, я? Қызық, я? Я, қызық. Не дейді екен? Негізі мамам ауылдың келіндерін, то есть ауылдың қыздарын қатты ұнатпайды ғой. Я, еще ауылдың қыздары пысық болса да, андай бірдеме сасып жүре ма, сондай ғой, я? Я. Мә, жан, мен қорқып тұрмын қатты, йо. Мә, біртүрлі екен. Ой, қойшы, үйрен кетесің, спокойно, бұл жер қала, саған ауыл емес, өзіңнің туған жерің емес. Ладно, кеттік. О, қош келдіңдер. Жаңа келін. О, сәлем бердік, бақытты бол. Сәлем бердік, бақытты бол. Бізге емес, бізге сәлем бермей қой. Керек емес. Қаладағылар негізі көп сәлем бермейді. Жоқ, мен ауылдан шыққаннан кейін сәлем беруді үйренгенмін ғой. Жарайды. Жүр енді. Мен сені мамаңмен, короче, біздің мамамызбен таныстырайын. Жүр. Атың кім сенің? Менің атым Айым. Жарайды, жүр. Жүре ғой енді. Ал, мама, таныс қойыңыз, сіздің үшінші келініңіз бұйырса енді. Ой, сәлем. Сәлем бердік. Амандаспай қойдып. Біз үйде олай амандаспаймыз, просто қайырлы таң, қайырлы түн енді. Қала ғой бұл ауылда емес, сен ауылдан шыққан екенсің жалпы. Бірақ маған ауылдың қыздары қатты ұнамайды, может, ұнап кететін шығарсың. Мінезіңе байланысты болады бәрі. Я, мінезге байланысты болады ғой. Мысалы, біз Нұра екеуміз қаладан келгенбіз, екеуміз подружкамыз еще. Сіздерге повезло онда. Я, бізге повезло. Я, екеу подружка болып, ағайындыларға үйленіп алған. Түсінікті. Нау, енді екеулердің комнаталарын, міне осындай картинкалар бар, короче. Мә, әдемі екен. Я, өте әдемі. Енді бұл қала ғой, саған ауыл емес. Так, бұл жақта осындай картинкалар, ойбай. Так, сенде осындай киімдеріңді орналастырып алыңдар. Кстати, бергеш, мен саған бірдеме айтайын. Бұл важный. То есть, маңызды. Мына жерде қара. Үйді реттейтін заттар бар, мына жақта үтіктейтін, короче, сондай заттар бар. Өзің түсінесің деген ойдамын, ана заттардың барлығын. Мен дұрыс түсінбеймін, түсіндіріп өте кетсеңіз, сосын түсіндіреміз. Короче, Шырай тәте түсіндіреді ғой. Сіздердің аттарыңыз ұқсайды екен ғой, подругалар екеулеріңіз. Я, Нұрай, Шырай. Біз бірінші сыныптан бері ма, үшінші сыныптан бері ма, подруга болып келе жатырмыз. Және де бұл ұзаққа созылды. Біз даже абысын болып алдық қой, құрсын. Мә, сіздерге кәдімгідей повезло ғой. Я. Мә, жан, сен туыстарың күшті ғой. Я, енді ол менің отбасым ғой, туысым емес. Енді туыстар деген кішкене бөлек болады ғой, андай туған емес, бірақ ладно, бір қан болады, бірақ андай не болады ғой, короче, туыс қой просто енді. Түсінікті, мен ауылдан шыққаннан кейін дұрыс білмеймін ғой қаланы. Жан, мына киім қалай жараса ма? Қараш, мына жерде бас киім ұмытып кетіппін ғой. Жоқ, бізде бас киім сондай сәлем беру керек емес.
Просто жүре бересің, тамақ жасайтын кезде ғана киесің. Бірақ қайдан алам? Кәдімгі сатып алып келеміз, ничего. Қандай киім кисем болады? Білмеймін, өзің таңда. Бұл жерде любой өзің қалаған киімді кие берсең болады. Андағы үстіндегі киімде болады. Көріп тұрсың ғой, мен жеңгелерімді қандай бос киімде жүр, көрдің бе? Сен де сол сияқты жүре бер, өзің білесің, мама ешқандай ұрыспайды. Сәлеметсіз бе? Сәлемет бе? Сіз кімсіз? Мен білмейсің ба? Жоқ, білмеймін. Сен атың кім? Менің атым Дамелия. Дамелия ме? Күшті. Мен сенің жеңгеңмін. Мен сені білемін. Ағаң айтқан, Нұрсұлтан ағаңды білесің бе? Я, білем. Ол менің мамамның, қайнынысы ғой. Біледі екенсің ғой, молодец. Мен соның әйелімін, болашақ енді. Уже әйелісіз ғой, сізді айтқан маған Нұрсұлтан аға. Күшті. Менің атым енді Айым болады. Мен атым Дамелия. Сіздің жасыңыз қаншада? Сол Нұрсұлтан ағаңмен жасымын. Сіз өте әдемісіз. Иә, рахмет.